Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Nexia автокөлігі. Бұл жолда жүріп келе жатқан жерінде жәндегідей как будто бір екі свеча істемей жатыр. Сондай болып пар етіп өшіп қалды. Қазір оталдырып көрейін бұны. Мінекей қазір оталдырып көреміз. Дыбысы да жақсы емес. Мотордың оталып тұрғанын көрсеңіздер, как будто свеча істемей жатыр. Біреуі или екеуі. Осыны қазір іздеп табатын боламыз. Бізге бірінші трамблердің ішін көреміз. Қазір көшіреміз. Алдыменен мына трамблердің екі болты бар, соны шешейік. Мінекей трамблер крышканы шештік. Бізде бұл мотор жуғаннан кейін, после мойка дейміз, содан кейін осындай жағдай болып тұр. Мына бегемок. Бұның іші дұрыс, тілі орнында. Мынаның ішін көрсеңіздер, мінекей трамблердің ішінде анау қоршинаның үстіңгі жағында бір қалам болады. Сол жанып кеткен. Сол себепті осындай дыбыс шығарып тұр бұл. Енді бұған новый крышка алып саламыз, сосын қайттан оталдырсақ, иншалла жақсы болады. Біз бұған жаңа крышка алып келдік. Цена 1,5 мың теңге дейді. Ішіндегі коммутаторын бегемок деймін. В общем, осыны да қосып сатып алдық. Бұл өзі рабочий істейді. Бірақ сонда да ауыстырып жібереміз. 10 мың теңге. Мінекей орнына түсті. Мінекей енді жаңа крышкамыздан саламыз. Бұлай тұрады. Мінекей достар, бұны крышкамызды қатырып, болттардың бәрін орнына қойдық. Бұл трамблерға келетін болсақ, мінекей мына жақтан көрсетейін. Мынау бірінші свеча. Мына трамблердің мына жерде кемтігі бар, мінекей үстіңгі жағында тұрады. Бір. Мынау екінші свеча. Бұл екі. Мына жерде тұрады, мінекей. Одан кейін мынаусы төрт. Төртінші свеча мына жақта тұрады. Мынау үш. Үшінші свеча. Бұл жерде сонда 1243 болады. 1243. Мінекей осылай жинап аламыз. Оталдырып жібер. Мінекей моторымыз енді жақсы оталып тұр. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сау саламат болыңыздар.